Ассаламағалайкум, қазақ елі чүйінші. Бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн. Алланың қалауымен тіркелмеген Атажұрт партиясындағы жігіттердің көмегімен мінеки 7 жыл көрмеген Раяна қызымыз алдыларыңызда. Қараңыздаршы, осы кісілердің әрбір нұсқауымен, себебіменен біз мінеки 7 жыл көрмеген қызымды құшағыма басып отырмын. Бұл мен үшін өте қуанышты күн. Қазақ халқым үшін де өте қуанышты күн деп ойлаймын. Қараңыздаршы, егер мен шынымен де дабыл қағып, қалқараға шығып, осы Атажұрт жігіттерін іздемегенде, бүгінгі күн Раяна қызым менің жанымда отырмаған болар еді. Сондық үшін мен әуелі Аллаға, екінші осы Атажұрт партиясында істеген әрбір ұл-қыздарға айрықша рахметімді айтамын. Қызымның аман есен келгендігіне Аллаға шүкірлік қыламын. Және де қазақ халқынан осы Атажұрт партиясына тіркеліп, өз құқықтарыңызды, қорғауларыңызды сұраймын. Және де осы орайда бір адамның атын айрықша атағым келеді. Ол болса әрине, маған күнді күн демей, түнді түн демей, ұйықтап жатқан кезде қоңырау шалғанда қабылдаған Серікжан Біләшұлы ағамызға отбасына амандық, денсаулық тілеймін. Ол кісінің әрбір нұсқаған нұсқауы нәтижесі мінеки алдымда отырған 7 жыл көрмеген, ешқандай құжаты жоқ, ешқандай менің қызым екендігін дәлелдей алмайтын халде болатымын. Сол кісінің әрбір нұсқауымен, көмегімен осы Атажұрт партиясындағы әрбір ұл-қыздардың, жігіттердің көмегімен мінекей бүгін жеңіске жеттік. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Әр қазақ сауатты болсын, өз құқығын қорғайтын ұл-қыздар болсын деп сіздерге айрықша рахметімді айтамын.